Саламатсыздар ма? 4-ші А сынып оқушылары. Здравствуйте, 4 А класс. Бүгін балалар сәуірдің 20-сы. 20-20. Сабағымыздың тақырыбы ғаламшарлар. Ғаламшар планета, ғаламшарлар планеты. Пишем дату и тему. Дәптерге жазамыз. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгін сен ғаламшарлар атауымен танысасың. Сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық балалар. Менімен бірге қайталаймыз. Повторяем за мной. Ғаламшар, телескоп, зымыран, ірі, ұсақ. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, осы сөздерді дәптерге жазамыз. Пишем эти слова. Ғаламшар, планета, телескоп, телескоп, зымыран, ракета, ірі, крупный, ұсақ, мелкий. Енді балалар, бізге Айсана мен Қуаныштың сөйлескен диалогы берілген. Бүгін балалар Қуаныштың туған күні. У Қуаныша сегодня день рождения. Қанекей диалогты тыңдаймыз. Тыңдайық. Балалар не туралы сөйлесті? Сәлем, Қуаныш! Туған күнің құтты болсын! Рахмет! Бақыт екеуің маған келіңдер. Әкем телескоп сыйлады. Ғаламшарларды қараймыз. Керемет сыйлық! Қазір бақыт қайтамын. Алақай, менің достарым келеді. Балалар, неліктен бұл жерде қарамен жазылған сөздерден кейін леп белгісі тұр? Почему тут восклицательный знак? Сегодня будем это проходить. Лепті сөйлем. Лепті сөйлем. Лепті сөйлем бізде восклицательное предложение. Лепті сөйлем служат для выражения чувств, проявления эмоций, горя, радости, удивления, восхищения. И произносится высоким тоном, и в конце ставится восклицательный знак. Лепті сөйлем балалар адамның көңіл күйін қуану, сүйсіну, таңғалу сияқты көңіл күйін білдіретін сөйлем. Сөйлем жоғарғы тонмен айтылады, және де балалар сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Лепті сөйлемнің 3 түрі бар. 3 виды. Яғни бұйыру. Бұйыру – это приказ. Бұйрық. Приказ. Тұр. Бері кел. Түсініктеме балалар? Екінші түрі таңғалу, сүйсіну, қуану, удивление, восхищение, және радость. Мысалы, например, керемет, өте әдемі, қалай жарқырайды, алақай. Үшінші түрі балалар, үндеу, ұран айту. Алға Қазақстан, жасасын Қазақстан. Түсінікті ме балалар? Өте жақсы. Енді балалар, біз бүгін ғаламшарлар туралы өтеміз делген. Енді сол ғаламшар туралы видеоролик қараймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз күн жүйесінің планеталары. 8 планетаны күннен қашықтығының артуы бойынша атайық. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уранус және Нептун. Олар күнді белгілі бір орбиталармен айналады.
Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Меркурий күнге жақын болғандықтан, онда күндіз өте ыстық, ал түнде өте суық. Екінші ғаламшар шолпан, планеталар ішіндегі ең ыстығы және ең жарығы. Таңда және кешке көрінетіндіктен, оны таңғы жұлдыз немесе кешкі жұлдыз деп атайды. Күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар біздің планетамыз Жер. Жер бетінің 70%-ін су алып жатыр. Сондықтан жерді көгілдір планета деп те атайды. Ол тіршілік бар екені белгілі жалғыз планета. Төртінші планета Марс. Ол қызыл планета ретінде белгілі. Өйткені онда қызыл түсті топырақ пен тау жыныстары бар. Бесінші және күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер. Оның алыптығы сонша, оның ішіне 1300 жер сыйып кетеді. Алтыншы ғаламшар, яғни Сатурн. Күн жүйесіндегі үлкендігі екінші планета. Ол сарғыш түсті. Оның айналасында мұз бен тозаңнан тұратын әдемі сақиналар бар. Жетінші планета Уран. Бұл ғаламшарды қалың газ қабаты жауып жатыр. Сегізінші планета Нептун. Бұл планета күннен қашық орналасқандықтан, ондағы суық желдер өте күшті. Видеоролик түсінікті ме, балалар? Енді тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма – ғаламшар атауларын жаз. Пишем планеты. Мысалы, күн жүйесіне ең жақын орналасқан ғаламшар. Сами пишем, я? Бұл жерде 3 сөйлем бар, 3 предложения. А продолжение тут. Жалғасын жазамыз. Түсінікті ме, балалар? Өте жақсы. Енді екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Сен қандай ең ірі ғаламшарларды білесің? Ответы пишем через запятую. Сен қандай ең ұсақ ғаламшарларды білесің? Ғаламшарларды. Ғаламшарлар планеты. Я? Значит, біз біреу, екеу, үшеу по порядку жаза береміз. Түсінікті ме, балалар? Өте жақсы. Үшінші тапсырма, балалар. Сөйлемнің соңына нүкте немесе леп белгісін қойып жаз. Біз нүктені өттік, мы точку проходили, а сегодня проходили восклицательный знак леп белгісі. Енді, балалар, сөйлемдерді оқып, өзіміз белгісін қоямыз. Үйге тапсырма. Видеороликте берілген тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp арқылы жібер. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp. Я буду ждать. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.